қалай жатыр әгерге? Дұрыс па? Біздің жаздық эфиріміз қалай болып жатыр сізге? Неге көңіл күйіңіз жоқ? Нұржан болмаса вообще күшті вообще. Неге? Мен кимейді сваты. Мен бүгін көйлек кию керек едім негізі. Сосын келсем көйлегімді киіп кетіпті, сосын осылай шықтым. Ақерке Нұржанға үміткер келді ғой. Енді жігіттердің барлығы үміткер әдемі екен, сұлу екен деп жатыр. Сол кездегі сіздің эмоцияңыз қандай болды? Мен де тоже негізі оценивать ете аламын, сөйтіп ше, признавать өте әдемі қандай прям энергетикасы таза сияқты. Жақсы. Жалпы енді Нұржанға келген үміткерге кішкене Нұржанды енді сезім до конца өшті деп айта аласыз ба? Иә, мен наоборот ол қызға Нұржанды қимаймын. Қойшы, не болып кетті мынау? Жоқ, Нұржанды қызғанып қалып ондай болған жоқ қой. Нұржанға ол қыз қимай ма? Я, ол слишком хорошая для него. Енді ол алып кетсе, конечно, то я буду рада. Если алып кете алмайды ау деп ойлап тұрмын. Жоғалтып алады. О, Джонни. Құлақ шықпап сондай кездер күшті болып жатыр. Бірақ қалай жатыр? Денсаулық қалай? Жазғы эфиріміз қалай болып жатыр? Жақсы, сіздің кешіккеніңіз болмаса вообще күшті. Жоқ, қалай болады? Нормально, да. Болады, онда болып тұрады. Жөнелмей ақ қояйықшы. Сізге бір сұрақ болып тұр. Екі сұрақ, Екі сұрақ па? Енді көрермендердің сұрағы жиі келіп жатқан. Нұржан мен Ақерке қайтадан қосыламын десе ойыңыз қалай? қосылмайды олар. Қосылса да керек емес, қайтадан сол ағамыз Керек емес, иә? Керек жоқ ей. Керек жоқ ей. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жәнібек пен Нұрайдың арасында не бар? О! Үнемі бір-біріне. Біліп қойды. Нұрай келе жатыр, Нұрайдан сұрасам. Мынандай сұрақ, осы күнге дейін дос болып жүріп, саған сезім білдірген болмаса, өзінде сезім ашылған күндер болды ма? Жоқ, болмаған, иә? Ал болып қалып жатса, ол жігіт бүкіл параметрлары келіп тұр, бойы, допустим, сен өзін ер азаматында елестететін сипаттары саған сезім білдірсе, байқап көруге тырысасың ба, әлде достық құртуға қорқасың? Жалпы общий болашақтағы да достар. Білмеймін ғой, бұйырған. Қорқатын былай шаг мысалға достық или махаббат тұрғысынан. Білмеймін, негізі мен дос бола қоймаймын. Егер де прям сүйсе. Там первое впечатление ғой, маған басынан бастап ұнаса, мен оған и так дос бола қоймаймын. Сіз үшін эмоция маңызды ма? Конечно.